Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Жүректі тыңдау деген не? Ол қалай жүзеге асады? Жүректі тыңдау бұл өзіңнің ішкі даусыңды, яғни түйсігіңді сезіну, оған сену және сол арқылы өмірлік шешімдер қабылдау. Бұл сырттағы шуды емес, ішкі тыныштықты есту. Адамның ішкі түйсігі ол жүректе орналасқан рухтың дауысы. Мысалы, кейде адаммен жолығып, оның ниетін нақты білмесең де, бұл адамға сене алмаймын деген сезім туады. Немесе бір жерге барғың келмей қояды. Сол сәтте жүрегің сені сақтап қалғысы келеді. Бұл жүректі тыңдау. Жүрек ойға сигнал береді. Жүректе отырған рух сенің шынайы болмысың, Құдайдан келген нұр. Ол үнемі саған бағыт беріп тұрады. Ойларың, сезімдерің, түйсігің арқылы. Бірақ оны тек тыныштықта, шын тыңдағанда ғана естуге болады. Белгілер арқылы сөйлесу. Егер сен жүрегіңді тыңдай алмасаң, рух басқа жолдармен саған белгі береді. Бұл белгілер барлық жерде болуы мүмкін. Бір сөзді адамнан естисің, дәл саған керек жауап болады. Көшедегі көлік нөмірінде ерекше сандар көріп, ойға бір нәрсе келеді. Әлеуметтік желіден бір сөйлем оқып, жаның шым ете қалады. Кемпір қосақ, жаңбыр, құс дауысы, сәби күлкісі бәрі белгі болуы мүмкін. Бұл кездейсоқ емес, рухтың сенімен сөйлесіп тұрғаны. Мысалы, сен бір жұмыстан шаршап, оны тастап кеткің келіп жүрделік. Бірақ сен шешім қабылдай алмайсың. Сол кезде бір досың өзіңді бірінші орынға қой. Сен бақытты болуға лайықтысың дейді. Сосын автобус ішінде бір кітаптан бір сөйлем көзіңе түседі. Өзіңді тыңда. Үйге келе жатсаң, аспаннан кемпір қосақ шығып тұр. Әлеуметтік желіден тағы біреу тек жүрегіңе ер деп жазыпты. Сен осының бәрін жай сәйкестік деп қабылдауың мүмкін, бірақ шын мәнінде бұл рухтың саған жол көрсетіп жатқаны. Біздің міндетіміз осы белгілерді көре білу, яғни көзімізді ашу, құлағымызды түріп жүру. Жүрекке келген сенімді елемей қалдырмау, әр сәтке мән беру, өмірде адаспауға көмектесу. Жүректі тыңдау бұл өз рухыңмен, ішкі болмысыңмен байланыста болу. Ол сені үнемі дұрыс жолға бастап тұрады. Тек сен оның белгілерін көріп тыңдай алсаң болды. Қазір әлемде энергетикалық вибрация, яғни жиілік толқыны өте қарқынды өзгеріп жатыр. Бұл жаратқаннан келіп жатқан алапат энергиямен тікелей байланысты. Сондықтан көп адам өмірінде ерекше ішкі оянуды, түйсіктің күшеюін, тылсымнан ақпарат алуды сезіп жатыр. Ұшып жүргендеймін, жерден алшақпын деген сезім неден? Көп адамдар соңғы уақытта басым жеңілдеп кеткендей, жерде жүрген жоқ сияқтымын, барлығын жүрегіммен сеземін деп жиі айтып жүр. Бұл сіздің санаңыздың биік жиілікке өтуінен. Сіздің жан толқыныңыз жердің жаңа жиілігімен теңесіп, екеуі де бірге жоғарылап келеді. Жер секунд сайын жоғары көтерілуде. Қазіргі кезең адамзат үшін тазалау мен қайта туу уақыты. Біреулер үшін бұл өмір тозақтай, жанын қинап жатыр. Ал енді біреулер үшін жұмаққа айналғандай, жүрегі ашылып ішкі тыныштықты тапты. Неге бұлай? Өйткені әлемді көруіміз ішкі күйімізге байланысты. Сырттағы дүние емес, ішіміз өзгеріп жатыр. Сананың фильтрі ауысты. Қазір адамзат рухани тұрғыда өлмей тұрып қайта тірілу кезеңінен өтіп жатыр. Яғни, ескі менің өліп, жаңа көзқараспен өмірді көру басталды. Бұл адамзаттың жаны мен санасының қайта туылуы. Бұрын тек өлімнен кейін сезілетін тылсым шындықтар қазір тірі кезінде ақ ашылып келеді. Бұл барзақпен байланысқандай күй.
Не істеу керек? Осы кезеңде ең маңызды нәрсе ішкі даусыңды, жүрегіңді тыңдау. Себебі жаратушыдан келіп жатқан ақпарат сырттан емес, іштен келуде. Сіз кездейсоқ адам емессіз. Сіз қазір осы сөздерді тыңдап отырғаныңыз да бекер емес. Себебі сізде оянып келе жатқан жансыз. Сана кеңейіп жатыр. Жаңа көзқарас, жаңа өмір, жаңа әлем есігін ашуда. Өзгерістен қорықпаңыз. Жүрегіңіз сізді адастырмайды.